Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз Қазақстандағы әкімшілік аумақтық реформалар, қазақтардың 1860-70 жылдардағы азаттық күресі, Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аударту саясаты деген. Жақсы. Бірінші сұрақтан бастайық. 1868 жылдары екінші Александр қол қойған құжат. Ойланамыз. Қараңыздар, жалпы бізде естеріңізде бар болса 1822-24 жылдардағы реформа деген болған, потом 1867-68-дегі реформа деген бар, одан кейін 1886 және де 1891 жылдардағы реформа бар еді. Яғни осы үшеуінде бекіткен бізде Александр болған. Естеріңізде бар ғой? Енді қараңыздар оқушылар. Бұл жерде Александр 1, Александр 2 и Александр 3. Бізден сұрап жатыр 1868 екінші Александр. Жалпы бізде екі реформа қол қойған еді. Мына жақтағы жауап Торғай, Орал, Ақмола, Семей облыстары, яғни жауабы осы болады. Яғни Б варианты Торғай, Орал, Ақмола және де Семей облыстары басқару туралы уақытша ереже. 67 бойынша ол Түркістан өлкесі, яғни Түркістан өлкесінің генерал-губернаторын құру туралы. Келесі сұрақ 1867-68 жылдардағы реформа бойынша Түркістан генерал-губернаторлығындағы түтін салығының мөлшері. Жалпы түтін салығы деген бар, ол не? Түтін салығы дегеніміз әр жылда отбасы ақша төлеп отыру керек. Әр жыл сайын, әр жылда отбасы, мысалы Батыс Сібір және де бізде бар келесі Орынбор, екі генерал-губернаторлық бар еді ғой. Осы екі генерал-губернаторлық бұлар 3 сомнан ақша төлеген еді. Ал енді қараңыздар, бұл жерде бізде Түркістанды сұрап жатыр. Түркістанда бізде 2 сом және де 2,75 сом. Ал не үшін? Өйткені Түркістан бізде еще екі елмен сауда-саттық жасайды. Ол біреуі Иран, екіншісі ол бізде Қытай болып саналады. Түсінікті ме? Келесі 1886-91 жылдардағы сом бойынша, яғни олар 4 сом төлейтін. Енді қараңыздар оқушылар, түтін салығынан бөлек, яғни бізде тағы да салық болған. Ол салықтың аты бізде қарашығын деп аталады. Қарашығын. Яғни қарашығын дегеніміз, ол форс-мажор бір ситуация болып қалады, яғни бір соғыс басталып кетеді. Соғыс басталып кеткен кезде мемлекетке қару керек, азық-түлік керек деген сияқты, сол кезде несиеге дополнительно просто салық қоя салады. Яғни қарашығын деген сол нәрсе. Мысалы біздің басымыздан өткен 1914-1918 жылдардағы патша реформа, яғни екі үлкен бірінші дүниежүзілік соғыс болды ғой. Сол кезде бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде қазақтардан жаңа малдарын тартып алған, жерлерін тартып алған деген сияқты сондай бір оқиға болған еді. Келесі 1867-68 жылдардағы реформа бойынша бүкіл қазақ жері бөлінді, нешеге бөлінді и қандай бөлінді. Жалпы оқушылар бізде естеріңізде бар ғой, ұмыт қалған жоқ шығарсыздар деп ойлаймын. Мысалы 1822 жылдардағы Сібір қырғыздарының жарғысы туралы ол кездегі басқару жүйесі 3 буыннан тұрған еді, яғни округ болды, одан кейін бізде болыс болды, и одан кейін бізде ол ауыл болған еді. Енді қараңыздар, келесі 1824 жылдардағы, яғни Орынбор қырғыздарының жарғысы бойынша бізде ол жақта қалай бөлінді, яғни бөлік деп бөлінді кіші жүзде, одан кейін бөлінді бізде дистанция деп бөлінді, и және де бүкілмен бірдей, яғни ол ауыл болды. Түсінікті ме? Енді бізде сұрап жатыр 67-68 жылдардағы реформа бойынша, яғни бүкілінде генерал-губернаторлық дұрыс, облыс дұрыс, уезд бүкілінде болу керек, яғни Б варианты келмейді. Одан кейін бізде болыс болу керек, и одан кейін бізде ауыл болу керек, яғни жауабы осы. Шаңырақ дегеніміз оқушылар, ол бір отбасыны шаңырақ деп атайтын, яғни мысалы 1867-68 жылдардағы реформа бойынша қанша шаңырақ болды десе 100 немесе 200 шаңырақ болған деген сияқты сондай бір деректер келтірілген еді. Келесі 1867-68 жылдардағы реформа бойынша Ақмола, Семей облыстары кірген генерал-губернаторлық белгілеп кетеміз. Ол жерде яғни Ақмола, Семей ол әрине бізде Батыс Сібір болып саналады. Түркістан генерал-губернаторлығына кірген екі облыс бар, ол бізде Сырдария кіреді. Одан кейін келесі ол Жетісу бар бізде. Келесі, ал Орынборға кірген ол бізде Орал және де Торғай.
Енді қараңыздар оқушылар, Закаспий облысына ол бізде қай жақ кірді десе, Маңғыстау бар ғой. Сол жақ Закаспийға кірген еді. Ал Бөкей Ордасының территориясы ол Астрахань губерниясына кіреді. Келесі 1867-68 жылдардағы реформа бойынша Қытай және Иранмен тікелей келіссөздер, яғни сауда-саттық жасалатын аймақ немесе генерал-губернаторлық, ол бізде әрине қандай? Түркістан генерал-губернаторлығы. Жаңа біз тест барысында айтып кеттік. Келесі 1867-68 жылдардағы реформа бойынша Көкшетау, Омбы уездері құрамына кірген облыс. Егер де оқушылар сіздер географиядан сәл хабарларыңыз болса, Қазақстан территориясындағы жаңағы облыстар немесе қалаларды білсеңіздер, мына сұрақ өте оңай болып саналады. Яғни сіздер әр уездерді жаттап керек болмайды. Яғни примерно сіз білетін боласыз, қай жақта екен. Енді қараңыз, мына жақта Көкшетау, Омбы, ол әрине Атырауға кірмейді. Бізде жалпы облыстар өзі мына жерде 2 облыс қана көрсетілген. Көкшетау, Омбы ол бізде әрине Ақмола облысына кіреді. Яғни Семейге кірмейді. Келесі 1867-68 жылдарда реформа бойынша Сырдария облысының құрамына кірген уездер, яғни Сырдария. Сырдария. Мысал қараңыздар, Өскемен, Қарқаралы, бұлардың барлықтары Семей. Түркістан, Қазалы, қазір келеміз, күте тұр. Орал, Темір, Орал. Яғни Орал, Торғай. Қапал, Верный, ол Жетісу. Сонда мына жақта Түркістан болады. Яғни Түркістан, Қазалы осы Сырдария облысына кіреді. Келесі 1867-68 жылдардағы Ресейдің, яғни Астрахань губерниясына құрамына қосылған қазақтың жері бізде 1801 мен 1845 жылдар аралығында Еділ мен Жайықтың аралығында Бөкей Ордасы деген хандық болған. Яғни сіздердің жаңа жауаптары осы болып саналады. Сонда Бөкей хандығының территориясы. Енді еще қашан қосылды, ол бізде нақтырақ айтатын болсақ 1872 жылы. Түсінікті ме? 1872 жыл. Ол қазір жоқ, жалпы біліп жүріңіздер. Хиуа хандығының жері ол кірмейді, жалпы Хиуа хандығының құлатылған жері бар, яғни жылы бар. 1873 жылы құлатылды, Ресейдің құрамына қосылды. Бұхар хандығы 1866 жылы деген сияқты. Ал Маңғыстаудың территориясы жаңа тест барысында біз айтып кеттік, ол Закаспий облысы деп. Түсінікті ме? Келесі 1867-68 жылдардағы реформа бойынша қазақтарға рұқсат етілген қызмет түрлері. Өкінішке орай қазақтар қай жақта біз қызмет атқарды? Енді қараңыздар, былай түсіндірейін. Бізде генерал-губернаторлықты басқаратын генерал-губернатор бар, Одан кейін облысты басқаратын ол әскери губернатор. Түсінікті ғой? Одан кейінгі бізде басқаратын, яғни генерал-губернаторлық, әскери губернатор, одан кейін уезд бастығы деген болған. Ал одан кейін ол бізде болыс болған. Ал болыстан кейін ол бізде ауыл болған еді. Енді қараңыздар оқушылар. Яғни ауыл старшыны деп айтайын. Енді сонда қазақтар өкінішке орай біз максимум осымен ғана шектелген едік. Өкінішке орай оқушылар, осымен ғана шектелді. Болды. Генерал-губернатор, әскери губернатор, уезд бастығы дегендер бұлар Ресейден сайланады. Еще қараңыздар оқушылар. Генерал-губернатор уезд бастығын сайлайды. Әскери губернатор болысты сайлайды. Ал уезд бастығы ауыл старшынын сайлайды. Енді қараңыздар, сонда қазақтар бізде болыс пен ауыл старшыны ғой. Ең жаманы ана нәрсе. Болыс ауыл старшындары, яғни сайлау өтеді, сайланады делік. Жалпы уезд бастықтары сайлады, бірақ та бір жаманы не нәрсе, любой уақытта оны алып тастау мүмкін. Яғни сондай төмен дәреже болған еді. Келесі 1867-68 жылдардағы Шыңғыс тұқымы сұлтандарына берілген жеңілдік. Мына жақта сәл қателік кетіп қалыпты, соны бір айта салайық. Жалпы бізде әскери міндеттен босатылған еді, салықтардан босатылған еді, өмірлік зейнетақы белгіленген. Яғни тегін баспана деген нәрсе ондай айтылмайды. Жалпы Шыңғыс тұқымдары олар көтеріліске шығып кетпесін деген оймен әрқашанда оларға жағдайын жасап беретін и болды. Сосын олар өздері
өз өмірлерін сүріп жалғастыра береді. И вот бұл Ресейге не нәрсе, бунт болып кетпесін деген оймен ғана, яғни олардың жағдайларын жасап береді. Но бірақ та халық арасында шыңғыс тұқымдары олар уже беделдерінен айырылған еді, өкінішке орай. Келесі 1867-68 жылғы ережеге сәйкес уезд бастығын тағайындайды. Жаңа біз айттық, уезд бастығын ол бізде тағайындайды әскери губернатор болып саналады. Яғни шатасып кетпеңдер, губернатор екеуінде де бар. Губернатор и губернатор. Біреу генерал губернатор, біреу әскери губернатор. Дұрыс қой, мен өзім шатасып отқан жоқпын ба? Ойбай, шатасып кетіппін ғой. Уезд бастығын сайлады, ол бізде, яғни уезд бастығын сайлады кімдер? Генерал губернатор. Так что шатасады екенбіз. Келесі 1867-68 жылдардағы құрылған генерал губернаторлықты атаңыз дейді. 1867-68 жылдардағы генерал губернаторлықтар ол бізде Орынбор, Батыс Сібір және де Түркістан. Бізде болашақта ашылатын жаңа губернаторлық ол 82 жылы Дала деген генерал губернаторлығы. Келесі 1867-68 жылдарда реформаларды бекіткен император ол бізде 2 Александр. Келесі 1868-69 жылдары көтеріліс сипаты. Қараңыздар оқушылар. Бізде көтеріліс сипаты 1868-69-да қай жақта болды? Ол бізде Орал мен Торғайда болды. Түсінікті ме? Орал мен Торғайда болады. Себеп не? Себеп енді жаңағы басшы мәселесі, жалпы территория мәселесі, отаршылдыққа езгі болады, яғни быт-шыт болады. И бәрібірде андай нәрсе болатын. Біз Ресейдің құрамындағы еліміз, но бірақ та халық бәрібірде қиыншылықта көрді, қиыншылықта өмір сүрді. Орынбор ол Ресейдің жеке меншігі деген сөздер пайда бола бастайды. Вот осыған байланысты отаршылдыққа қарсы көтеріліс болады, бірақ өкінішке орай Тасталхан шығып жеңіліп қалады. Келесі 1870 жылы Маңғыстауда көтеріліске шыққан ру, ол бізде Адай деген ру. Беріштен білесіздер атақты көтеріліс басқарған, ұбытада келетін, ол Исатай Тайманұлы және де Махамбет Өтемісұлы. Түсінікті ме? Исатай Тайманұлы, Махамбет Өтемісұлы, яғни өткен тақырыптарымыздың бірі. Түсінікті? Вот осы. Яғни жазып қоя салайық ана жерге. Қай жылы? 1836 және де 1838-де. Келесі 1882 жылы құрылған генерал губернаторлық, ол бізде Дала генерал губернаторлығы, орталығы Омбы қаласы болады. Яғни Омбы қаласы. Болашақта 9 сыныптың 1-ші бөлімі дегенде өтеміз. Сол кезде Дала уәлияты деген газет шығады, Түркістан уәлияты деген газет шығады. Вот осы нәрседен біліп жүріңіздер. Торғай деген жоқ бізде. Келесі 1870 жылдар Маңғыстау көтеріліс кезінде қазақ шаруаларының рухын көтерген оқиға. Яғни бұл жерде көтерілісті басқарған Иса Тіленбайұлы және де Досан Тәжіұлы болады. Түсінікті ме? Досан Тәжіұлы. И вот осы екеуі көтерілісті басқарады, яғни екеуі де Адай деген рудан шыққан. И еще былай да жазалауға Ресейден арнайы отрядты жібереді. Яғни оны басқарып келетін подполковник Рукин. И подполковник Рукин не істейді, жеңіліп қалады, не істейді, өз-өзін өлтіреді. Яғни суицид жасайды. Өткенге жалпы күші жетпейді. Яғни бұлар жұмысшылар болып жиналып, жалпы жақсы той тарысы береді. Флотилия құрады. Яғни флотилия дегеніміз пираты Карибского моря деген кино бар еді ғой, примерно солай әскердегі, яғни кемедегі әскерлерді примерно қарасаңыз болады. Көтерілісшілердің саны ондай қатты бір жортып тұрған жоқ, яғни көп емес. Келесі 19 ғасырдың соңында реформалар бойынша тікелей ішкі істер министрлігіне бағындырылған облыстар ол жаңағы Орал мен Торғай. Вот осы үшінде яғни бізде көтерілістер болды. Яғни именно Орынбордың территориясы ол жаңағы именно Ресейдікі. Ресейдің жеке меншігі, Ресейден баяғыдан бастап бар деген сияқты сондай нәрселер айтатын. Келесі 1870 жылы Маңғыстау көтеріліс кезінде Досан Тәжіұлы, Иса Тіленбайұлы 200-ге жуық қарулы қол жинаған жері ол бізде Бозащы деген жер. Ұмытпаңыздар, Бозащы. Келесі
Келесі бізде 1870 жылы мамырда Маңғыстауда көтерілісті басу үшін қосымша жазалаушы келді. Енді жаңағы подполковник Рукин жеңіліп қалғаннан кейін қосымша келді. Ол бізде Кавказдан келді оқушылар. Ана нәрсеге мән беріңіздер. Бұл Кавказдағы әскер негізінен ол 1870 жылы, яғни Хиуаға шабуыл жасау керек еді. Түсінікті ме? Хиуаға шабуыл жасау керек еді. Шабуыл жасау керек еді деп жазып қойын. Ал не үшін жасамай қалады? Яғни адайлықтар көтеріліске шыққан үшін. И вот сол үшінде Кавказдан арнайы әскер алдыртады, и потом ғана Хиуаны басып алды. Қай жылы басып алды Хиуаны? 1873 жылы ғана. Түсінікті ме? Вот осы нәрсе. Келесі. 1868-69-дағы Орал мен Торғайдағы көтерілісшілерге қарсы жазалаушы әскерді басқарып келгендер, ол біздегі подполковник Рукин мен Веревкин болып саналады. Юсуп пен Безбородко деген естеріңізде бар ма? Яғни Каспий өңірінің ең құнарлы жерлеріне ие болған деген. Вот осылар еді. Келесі, жеңіліске ұшыраған 1870 жылы көтеріліс басшылары көшіп кетті. Яғни жеңіліске ұшыраған бізде 1870-те Маңғыстауда болды, Сонда Маңғыстауда көтеріліс кезінде қазақтар әрине жақын көршісі, ол бізде Хиуаға қарай кететін. Келесі 1866 жылы Батыс Сібір бас басқармасы орыс шаруаларына берген рұқсат. Яғни былай айтады: сен не істей аласың? Сен өз бетімен қазақ жеріне қоныс аудара аласың. Вот осы нәрсе. Яғни бұл арқылы бізде қазіргі таңда Қостанай, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан, солтүстік шығыстары, яғни солардың барлықтары орысша сөйлейді. Себебі неге? Бұрыннан бастап ең алғашқы көшкендер осы орыстар сол территорияға көшетін. Вот осы үшінде. Келесі 1868-дегі Жетісуда шаруаларды қоныстандыру туралы ережеге сай, әрбір шаруаға жан басына берілген жер көлемі ол 30 десятина жер береді. Ойлаңыз, әр қайсына 30 десятина жер береді, и 15 жыл салық төлемейді, жаңағы 15 жыл әскерге бармайды. Яғни бұл да бір үлкен бір плюс бар. Бұның басында болған ол бізде Колпаковский болады. Яғни жалпы бұл қандай маңыздылығы бар? Бұл маңыздылығы Қазақстан жеріне келу, әскерді жіберу, солар арқылы қазақтарды басқару, яғни күш, әскери күш болып саналады. Келесі, шаруаларды ішкі Ресейден Қазақстанға қоныс аударту жөнінде алғаш рет бастама көтерген, ол жаңағы бізде талдап кеткен Колпаковский болып саналады. Қараңыздар, 1860 жылдары оқушылар 60 жылдары ең алғашқы қазақ жеріне көшкендер, олар орыстар болып саналады. Вот осы нәрсеге ұмытпаңдар, орыстар ең алғашқы. Бізде қазір тест алдайтын болмыз, басқа бір ұлттарды айтады негізінен көбінесе. 1892 жылы Қазақстанда басталды, яғни Транссібір темір жолы. Бұл жерде оқушылар не нәрсеге мән беру керек? Бізде атақты темір жолдар бар біріншіден. Яғни не үшін темір жолдар салады? Өйткені темір жолдар арқылы екі маңыздылығы бар. Бірінші маңыздылығы, егерде халық көтеріліске шығып кететін болса, темір жол арқылы тез арада әскер жібереді. Ол бір. Екінші себебі ол Қазақстан жеріндегі пайдалы қазбаларды, яғни алған өнімдердің барлықтарын Ресейге қарай тарту керек болады. Вот осы нәрсе үшін, яғни Транссібір темір жолдары салынды. Келесі. Жаңағы айтқан нәрсем осы болады. Яғни 19 ғасыр 70-80 жылдары патша үкіметінің бастамасы бойынша Жетісу жеріне қоныс аудара бастаған халықтар, ол бізде ұйғырлар мен дүнгендер. Яғни ең алғашқы 1897 жылы халық санағы өтеді Ресейде тұңғыш рет. Вот осы кезде санайды. Примерно қандай деген сияқты. Дүнген деген оқушылар ешті кім білмейді. Баяғы 751 жылы Атлақ шайқасы деген болған еді. Сол Атлақ шайқасынан кейін қалып қалған арабтар, яғни араб қосылған Қытай, сол екеуінен пайда болған ұлт, ол бізде дүнген болып саналады. Ұмытпаңыздар, аха. Келесі. 1881 жылы Қытай мен Ресей империясы арасындағы жасалған келісім, ол бізде Санкт-Петербург келісімі. Яғни Санкт-Петербург келісімі территория бар, жалпы ұйғырлардың қазақ жеріне қоныс аударуына. Яғни ұйғырлар мен дүнгендер не үшін қазақ жерінен келеді? Әр қайсына 10 десятинадан жер береді. Яғни бізде 1856-1860 жылдары негізінен Қытайда Апиын соғысы болып жатқан еді.
яғни опиум. Сол кезде Қытай да тоже көмек сұрайды. Кімнен? Ресейден көмек сұрайды. Бірақ Ресей айтады, мен көмектесем, бірақ та бір условиям бар. Қандай условия? Яғни айтады, ультиматум емес, бұл айтады. Іле сұлтандығында территориясын маған бересің дейді. И вот сол жақта мекен етіп жатқан ұйғырлар мен дүнгендерге Ресей айтады, сіздерде 1 жыл бар. 1 жылда сіздер Қазақстан жерінде қаласыңдар, и қалсаңдар 10 десятина жер беремін. Ал қалмасаңдар яғни Қытай жеріне кетесіңдер деген сияқты сол нәрсені айтады. Келесі 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап Ресей шаруаларының қазақ даласына кең көлемде жаппай қоныс аударуы, яғни бұл не? Жеке меншік деген нәрсені алып тастады. Крепостнойлық құқықтың жойылуы. Яғни олар қазақ жеріне қоныс аудару бастайды, жаппай. Басы байлылық жойылды деп айтады ғой осы нәрсе. Келесі 1897 жылы қазақ жеріндегі ұйғырлардың саны ол бізде қараңыздар 56 мың ұйғыр болған, дүнген 14 мың болған. Осы нәрсе. Түсінікті ме? Осыны біліп жүріңіздер. Ұйғыр және де дүнген деген осы. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Әзірге осы. Сау болыңыздар.